Бәрдайым ба, Ерболат, көріп шықшы. Торт бар, дастархан бар. Болды ғой енді, басқа не? Жетпейді, қайтадан көріп шық. Мен алып бар мыналардан үйге. Не осы сағат шақыра бересің? Енді басқа не істеймін? Мына түсі әдемі екен, иә? Ана жаққа бар да, олар келгенде ана жаққа бар, тыныш қана отыршы, жарай ма? Жоқ, сен бар да, олармен бірге одан да амандасшы. Жүре бермей. Енді өздерің әңгімелесе беретін шығарсыңдар. Мен аңғырап қалып боларсың. Қойшы енді, ішің пыспай ма? Неге осымен осындайсың? Бәрібір. Қойшы болды ма, апарын аладан. Шарлар көп емес па? Сізге көбірек керек. Неге де апарамыз ғой? Мә. Осы бала неғып немісті жетсін. Бітіп қалды не? Жүр әдемі екен, иә? Иә, бұл жерге көбірек келемін мен. Енді Диана жақын құрбымыз болғаннан кейін бір алтын алып берек. Жиналып па? Ол білесің, Сақина алқа дегенде қатты ұнатпайды ғой. Онда білезік алып берек. Иә, сол жақсырақ оған. Сонымен қайсысын таңдаймыз? Сенмейсіздер ме? Көмегім керек па? Жоқ, біз өзіміз таңдай береміз. Жақсы. Қалай ойлайсың, оған ұнай ма? Білмеймін, бір түрлі емес па? Сол. Мен ана гүлді қаттырақ алғым келеді. Бірақ ол қымбат. Жарайды бопты, жүрші. Неше тұрады? Ома, так. Онда сен сөйлесе бер, мен отыра тұрайшы. Мен не алам? Мен басқа зат алам ба деп ойлағам. Мадина, сумкама қарай тұршы, мен барып дәретхана барып келейінші. Иә, қарай тұрам. Бұл да болмайды. Сумкасын тастап кеткен ба? Негізі мен енді ол құрбым біраздан бері, бірақ. Мынаны көрсем бола ма? Иә, көре беріңізші. Мүмкін. Сосын ұрлықшы болып шығады. Ал Диана ұрлықшылармен дос болмайды. Сонымен не алдыңыз? Қазір құрбым келеді. Өзі таңдады. Не болды? Ештеңе. Мен қазір сыртқа шығып келейінші, сен күтіп тұрғам. Жақсы. Так, сізде айтты, сіздің құрбыңыз мына Сақинаны төлейді деп. Қайдағы? Сақинаны төлейді. Бағана бір құрбыңыз жүрді ғой, сол айтты. Мынаны бір Сақина тұрған. Соны сіз төлейсіз деп айтқан болатын. Кәнеке маған тезді ақшасын беріңіз. Тоқтаңызшы. Мен оны алған жоқпын ғой. Демек сіз алғансыз. Мен алған жоқпын. Демек ұрлап алдыңыз деген сөз. Болыңыз тез қайтарып беріңіз. Беріңіз еле, мен қазір полиция шақырып, мына жерде шу болмай тұрғанда. Мен алған жоқпын, қайтып алған сонда? Жоқ, солай, сіз алғансыз, значит, осында тұрған. Ол қайда жоғалып кетеді? Жоғалып кетпеген шығар ол? Жоғалып кеткен шығар ол. Сіз ұрлап Сіз ұрлап кетпесеңіз жоғалмайды. Болды, тез қайтарыңыз бұл. Мадина екен ғой. Тыңдаңызшы, мен қазір үйге барып алып келсем бола ма? Жоқ, қазір қайтарыңыз қоспа. Қыздар қайда кетті өзі? Ұзақ уақыт болды ғой. Сәлем, Диана. Сәлем, Мадина. Сымбат қайда екен? Бірге келем деп айтып едіңдер ғой. Ол ішке кіріп айтып берейінші. Мен сыйлығыңды ал. Рахмет. Сонымен не болды? Білесің бе, мен Сымбатты олай деп ойлаған жоқпын әрине, бірақ ол негізі ұрлықшы болып шыққан.
Сымбат па? Я. Құмаш Мадина ол ондай емес еді ғой. Демек сондай болып тұр. Білмеймін неге олай болып қалды, бірақ өзі солай. Екеуің бірге бардыңдар ма? Я, біз ломбардқа бардық. Бірақ ол жерде көптеген заттар бар, білесің ғой енді. Я. Соның біреуін алайын деп ойлағанбыз. Саған бір алтын ба бірдеңе алып берейік деп ойлағанбыз ғой енді. Я. Бірақ қарасам қымбат екен бағалары. Өте. Я, алтынның бағасы өсіп кетті ғой. Содан мен дәретханаға кеткенде Сымбат өзіне біреуін ұрлап алған. Сосын сен кетіп қалдың ба? Я, енді ұрлықшылармен құрбы боламын ба? Қайдан білесің, біреу алдап кеткен шығар? Құмаш, мен оны бұрыннан білем емес па? Айтып едім ғой екеуміз бұрыннан бері таныс болғанбыз деп. Я. Қалай олай болғаны? Сонымен мына Шарлот бос қалдың ба? Әне саған да сыйлық алып келдім, алсайшы. Өстісіңдер ғой. Дәует кеттім мен. Тоқташ Ерболат. Сен Сымбаттың ұрлағанын, осы сен заттарын ұрлап кеткен көрмеп пе едің осы? Құмаш. Ол енді бізге жақсы болып көрінуі мүмкін, бірақ басқаларына ол жаман. Құмаш қалай ол? Мен оны жақын құрбым деп ойлап жүрдім ғой. Жақсы қыз болатын. Демек солай сен де заттарыңды ұрлап кеткен шығар. Ұрлықшы болатын бұрыннан бері. Сен алмайым. Так, әлде біз қаздар камерадан қараймыз айтпасамыз. Давайте қараңыз. Жүріңіз онда. Ай, ошыл демалысқа шығамын. Кеттім мен. Так, саламатсыз ба? Не, сәлеміз қандай проблемадан шығып қалды. Мына кісі менің сақиналарды ұрлап кеткен және де ломбардта сақиналарды ұрлап келген. Соны мойындамай жатыр. Мен ұрлаған жоқпын. Я, ұрламадым деп жатыр қайта маған. Өзі мен оны ұрлап кеткенін көрген. Так, бұл жерде мынау сіздің сумкаңыз ба? Я. Қайсысы? Бір қыз келіп, сіздің қасыңызда жүрген, сіздің сумкаңызға соны алып салып кеткен. Я, ол маған осы қыз ба, біреу келіп көремін деп айтты. Я, мен оны танимын. Так, ол ұрлап кеткен ба сонда? Ол сумканы саған жала жапқан ғой. Так, сіз полицияға звондап айта аласыз оның бәрін. Әрине айтам, жүріңіз. Так, сомен. Кешіріңіз, әрине, кешірім сұраймын. Я. Негізі маған жақсы болды, керісінше мен Мадинаның жаман екен білемін, негізі бұрыннан бері. Так, өзгерді деп ойлаған. Құрбыңызда дұрыс па? Я. Соны полиция шақырып айта аласыз ғой, соны білесіз ба? Я, айта аламын. Мен айтам. Так, алло. Так, сәлеметсіздер ме? Сәлеметсіз бе? Сіз Мадинасыз ба? Жоқ, міне Мадина. Менімен не болып қалды? Сіз Сымбат деген құрбыңызға жала жапқаны үшін ұсталасыз. Жоқ, қайдағы? Мадина, не болып жатыр? Қайдағы, мен жала жапқан жоқпын, кім жала жауып жатыр? Сіз сумкасына білдіртпей салып жібергенсіз. 1 миллион теңге тұратын сақинаны ұрлағыңыз келгені үшін және де жала жапқаныңыз үшін сізге тергейміз, Туф, бұл қалай болғаны сендер? Вообще мен ұстай алмайсыңдар, болмайды олай. Неге Сымбатты босата салыңдар, ол ғой ұрлықшы, мен емес. Жоқ, жарайды, көп сөйлемеңіз, жүріңіз, кеттік. Камераға бәрі түсіп қалған. Соны айттым. Ой, кеттік. Не болып кетті? Құлады ғой. Қалайсың, Диана? Сымбат не болып кетті? Осы немше? Кеттім.
Не болып жатыр? Ой, Мадина менің сумкама 1 миллион теңге тұратын сақинаны салып жүрген ғой. Құмаш сонда Мадина ма оның бәрін істеген? Ол маған келіп, өстіп сені ұрлап кетті деп айтты ғой. Мен ұрлықшымын ба не? Сол ол бұрыннан бері сондай болатын негізі. Бағана Мадина досын айтқан. Жарайды Сымбат, не істейсің? Білмеймін. Кеш жасасам болмайды ма? Негізі болады. Бірақ мен солай жасай саламын, өйткені ол қатты не емес әрине, бірақ енді ол менің бұрыннан бері құрбым, сол үшін. Туф, істейді ғой. Жайт болды, мен кеттім. Сау бол. Туған күнімнің бәрі бұзылды. Алло, Диана. Сенің туған күніңді қайттан өткізсек қалай? Жайды онда мен қазір барам, ақылдасайықшы. Мадинаны да шақырамыз енді, басқа амал жоқ қой. Бұрыннан бері дос болып келе жатырмыз дегендей. Я, менің үйіме келіңдерші. Мадина? Сен енді келмейді екен деп ойласам. Мен кешірім сұрауға келдім. Ол сен онсыз да кешірімге хат жазып қойды емес па? Я, бірақ өзім сұраған жоқпын. Біз сені негізі құрбымыз болғаннан кейін ғана кешіре салдық. Яғни Сымбат кешірді. Қалайсың? Я, жақсы. Кірсем бола ма енді? Кіріп қойдың ғой? Негізі Сымбат, мен сенен кешірім сұрайын деген. Негізі мен сенен Диананы қызғанғаннан істеген бәрін. Не үшін? Енді Диана бұрыннан бері менің құрбым болып келе жатты. Содан кейін ол сенімен мен енді бөлек болып қалам ба деген ой. Құмаш. Солай біз сені бөлек демейміз. Жүріңдер онда, бір жаққа барып келейік те. Алдыңғы жолғы паркке барайық па? Бұл жолы бәріміз бірге болайықшы. Я, сөйтейікші. Жүріңдер онда, кеттік.